Қайырлы күн оқушылар. Бізге мынандай функция берілген екен, осы функцияның анықталу облысын табыңыз дейді. Алдымен біз мына тұрғанды бір функция деп қарастырамыз, және де мына тұрғанды тағы да бір функция деп қарастырып, екеуін қиылыстырамыз. Алдымен бірінші функциядан анықталу облысын табатын болсақ, бөлшектің бөліміндегі тұрған x плюс 2-ні біз қайтеміз? Нөлге тең емес деп аламыз. Себебі санды нөлге бөле алмаймыз. Бұл жерден x-ті табатын болсақ, x-іміз тең бола алмайды минус 2-ге. Келесі функция түбірдің ішіндегі өрнек. Мына квадрат артық жазылған сияқты. 2x минус x квадрат плюс 8 түбірдің ішіндегі тұрғандықтан, түбірдің ішіндегі өрнек әрқашанда нөлден үлкен болу керек, немесе нөлге тең болу керек. Түбірдің ішіндегі сан минус сан болуға болмайды. Әрқашанда нөлден үлкен сан болу керек, немесе тең болу керек. Бұл жерден біз x-ті табатын болсақ, x-іміз плюс 2, x-іміз минус 4. x тең болады минус 2-ге, x тең болады 4-ге. Бізде минус 2 деген бар, тағы да минус 2 бар, және де плюс 4 бар. Енді осыны қайтеміз? Координаталық жазықтықта белгілейміз. Минус 2, x-іміз минус 2-ге тең дейді. Бірақ мына жерде не деп тұр? Тең емес дейді. Сондықтан бұл бой алмайды. Минус 2 бізде бой алмайды. Келесі бізде 4 бар екен. 4 теңдік белгісі бар болғандықтан қайтеді? Бой алады. 4-ті белгілейміз, интервал дейміз. Енді қараймыз, мына жерге минус плюсті қалай белгілейміз? Алдымен x квадраттың алдындағы таңбаға қараймыз. X квадраттың алдында бізде минус таңба бар, сондықтан минус келесі кезектеп отырады, плюс келесі минус болады. Бізге не дейді? Нөлден үлкен дейді. Нөлден үлкен, яғни оң сан. Олай болса біз қайтеміз? Плюс жерін шешім ретінде аламыз. Енді аралықтың көмегімен жазатын болсақ, x-іміз қабылдайды, минус 2 кірмейді жай жақша, 4 кіреді тік жақша. Осылай жазады екенбіз. Түсінікті болса комментария қалдырыңыздар.